Сүйемін сені ару астана, аялаған мекені махаббаттың. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыт таптым. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, тағдырлар келіп тоғысқан, тіл табысқан. Жарқырап мәңгі жайна, жайна астана, көк туыңды желбіретіп басқала. Бұлбұлы сайра, сайра, жасыл бағында, нұрлы таңында. Қадірменді туған туысқандар, жерлестер. Мінекей бүгін Астананың төрінде, Сарыарқаның өрінде, мынау күлгін өстің әз наурызын өтіп өткен жайларыңыз бар. Ендеше бүгінгі ұлыстың ұлы күні әз наурыз құтты болсын деп бір қошаметте қол-қол қойсаңыздар. Рахмет, қадірменді ағайын, бүгін қандай күн тамаша, маужырап нағыз көктемнің, нағыз әз наурыздың кезектерін көрсетіп жатқан жайы бар. Әрине бұның ішінде күнәстердің ниетіне байланысты болу керек.
ниеттеріңіз әрқашан күндей күлімдеп, осылай жарқырап, жадырап жүрген сіздердің ниеттеріңізге Алланың осы пейіліне, осы сіздерге жақсылығына мың алғыс. Тағы да әз Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Ендеше көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, бүгінгі кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін кешке алыстан жақыннан келген қадірменді ағайындар бар. Ортада ақсақалда, аққалпақты аталарымыз, ақсамайлы, ақжаулықты әжелеріміз, сонымен бірге мінекей жеңешелеріміз, ағаларымыз, оның артында іні бауыр, келін, қыз, қарындас, сіңілі, мынау артымызда еріп кеткен кішкентай бүлдіршіндер бар. Ендеше білесіздер, Наурыз, мынау шығыс халықтардың ішінде, соның ішінде түркі әлемінде бұрыннан тойланып кеткен үлкен ата-бабамыздың дәстүрі. Мынау шығыс халық емес, Египетте, Еуропада да тойланады екен. Ендеше бұл негізді біздің қазақтың үлкен дәстүрі 22 Наурыз дейді. Ал біз енді мынау көнай туып, көнайдың 15-нен қарай біз бастай береміз. Ал енді мынау қазіргі заман талабына сай 22 Наурызға қарай осы 3-ші ай туғанда, яғни Наурыз айы туғанда тойланып жатқан шайы бар. Ендеше қадірменді ағайындар, осы Наурыз болсын. Ендеше бұл Наурыздың бізге де менің қолыма берілген екен. Сіздермен біз бүгінгі Наурызды Наурыз сияқты өткізейік. Бұл да той. Ендеше бисмилла, сөз бастайын арабшалап, қолсын деп алаш қағып қазақ табақ. Әз Наурыз құтты болсын деп ағайын, алдарыңа ет тартайық, табақ-табақ, аққанаш, періштелер біздер жайлы, жеткізсінші жаратқанға тез ақпарат. Күлгінестің құтты болсын Наурызы, алдарыңызда сәлем бердім, ассалаумағалейкум деп, қазақшалап деп басымыз иіп қойса. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, бұл қазақтың үлкен тойы, көктем келіп, көктемнің басы деп, көк шығып, төлдеп, мал төлдеп, ұлын асыр арқа-жарқа болып, мынау қыстың ызғарынан қысылмай шығып, осы жақсылыққа көктемге жетудің алдындағы той, қаптың түбіндегі соңғы асын, соңғы құртын, соңғы етін асып, айналадағы көрші олаң шақырып, биыл ақ мол болсын деп, дәнді болсын деп, бай бақытты өмірге жиып кеп, осындай Наурыз тойға келіп, тілеу көжешіп, бір-біріне батасын беріп, тілеуін тілеп, қайтып ататын қазақ. Мінекей бүгін осындай үлкен табыс деген тойханаға сіздеріміздің басымыз қосылып жатыр. Осыны ұйымдастырған жігіттерге көп алғыс. Оңай емес. Қазір ортамызда 100-ден артық кісі отыр. Осындай той көп болсын дегіміз келеді. Ендеше қазақтың дәстүрі бойынша бұл тойдың басын ақ тілекпен емес, қазақтың ақ шашу деген керемет шашумен бастаса, екі әже ортаға келсеңіз, шашуды сіздер шашып, бүгінгі тойымызды, бүгінгі қуанышымызды, ұлыстың ұлы күні әз Наурызды сіздер бастап берсеңіздер. Қанекей екі әже келгеші. Сағынхан әжемізбенен Мейрамхан әже, сіздерге бір шашу шашсайық. Біздің қазақ қуаныштың алдын шашумен бастайды. Білесіздер, жақсылық болғанда үйге құда кеп басса, үлкен кісі кеп басса, алыстан туған туыс кеп басса, құда жекжат кеп басса, ал енді бүгінгі әз Наурыздың басында шашумен бастайық. Шашуымыз қайда екен? Табақпен әкеліңіздер, екі әжемізге берейік, екі әжеміз шашуден шашып, сізбен біз мәресері болайық. Сосын балалар, ақылды балалар сияқты бәрі. Тып-тып отырайық, қарай ма? Рахмет. Ал бәрекелді. Әжелер екі раққа шашыңыздар, ағастарқанда ақ шашуды қанеки. Шашуды алайық, әз Наурыздың шашуы. Құтты болсын Наурыз.
Айлеріңіз істей бар тойда. Әже отыра беріңіз, қазапат береді. Рахмет. Отыра беріңіздер. Ал ауруханаға әлеммен. Бүгінгі мереке, бүгінгі әз наурыз құтты болсын дегіміз келеді. Осындай мерекелі күндер ұзағынан болсын дегіміз келеді. Жаңа айттық қой, үлкен ақсақалды апалар, ақсамайлы апалар отыр. Ендеше қадірмен ағайындар, қазір осы бүгінгі наурызымыздың басын тамаша қазақтың биіменен, мың бұралған биші қыздарыменен ару би тобының орындауына тамаша сіздердің құрметтеріңізге. Қошеметтер болсаңыздар. Кішкене балаларға да бір қарап қойыңыздар, жарай ма? Өздеріңіз жаңағы телефон шұқыламай, балаға бір қарап қойыңыздар, жеңешелер. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйіңіз қалай? Біздің күндестіктер. Күндестіктер бар ма? Ой, бәрі күндестіктер мұның ішінде. Бәрекелді, аман болайық. Мынау енді келгені бар. Келе алмайғаны қаншама. Ауыл-ауылдан, Көкшетаудан, Петропавлдан, Павлодардан, мынау кішкене жолдың алыстығымен негізі. Бір қанша елдің басын қосуы болады деді, бірақ енді осылай болды. Мынау алыстан жаңа атам кеп жатыр, Оралбай ақсақал. Сонау жалғыз құдық деген ауылдан. Ол кісі 11:30-да келіп алды осында. Бүгінгі наурыз болғаннан кейін ақсақалымызды ғой деп. Рахмет ата. Келгеніңізге. Сонау алыстан 70-80 шақырым жерден келіп жатқан жайы бар. Ал енді қадірменді ағайындар, жаңа айтып жатырмыз ғой, осындай үлкен берекелі дастарханға отырмыз. Ендеше қазір ортаға жақсы тілекті беріп, жақсы батасын беру үшін осы
әулеттің дейік осы ауылдың гүл күнестің ақсақалы осында отырған аталарымызды алдыға шақырып бір-екі ауыз тілегін батасын тыңдасақ, сіздердің рұқсат болса, қазір мен ортаға Әбу Сейіт ақсақалды, Оралбай ақсақалды және Сайлаубек ақсақалды шақырып, бір ауыз лебіздерін тыңдап, әз наурызға деген баталарын берсе деген тілекпен қанекей ортаға шақырсақ, қошаметтер қол соқсаңыздар. Sizin taqiyangızdan, sizin şapkınızdan aytma deyik ağa. Osындай ақсақалдарымыз аман болсын. Негізі ақсақал деген қазақтың үлкен қазынасы дейді ғой. Қарқы бар үйдің қазынасы бар. Бұл кісілерде мінекей, бүгін қуанышқа үлкен басы сүйреп, осы тілекте, осы берекеде бірге болайық деп кеп атқан шайы бар. Қош келдіңіздер, аман болыңыздар. Ендеше микрофонды өздеріңізден. Ата өзіңізден ба? Атамыз қазақта сөз бар, көпшілік Құдайдан бір жақсы кіші деген. Қарасам жан-жағымда көзі өлтірген, ылғи өрелгеріп отырған сіздер жиіліп келгенде Құдайдан бір жақсы кішісіздер. Алдымен сіздерге салам беруге тура келді. Ассаламу алейкум, өрелдерім. Құрметті, қасиетті наурыздарыңыз қабыл болсын, тілектеріңіз Алла Тағаланың құлағына шалсын. Наурыздың тарихын мен айтпай-ақ қояйын, оған қабілетімде жете қоймас. Бірақ атадан қалған, осы отырған бәрімізге мұра. Атадан қалған мұрамыз өзі санаулы. Территория мұрамыз бар. Дін мұрамыз бар, дін мұрамыз бар, салт, ғұрып әдет мұрамыз бар, соның бірі осы Наурыз мейрамы. Наурыздың мынандай қарап көрсем, отырған көпшіліктер ішінде менен үлкен жоқ сияқты. Сол себептен сіздерге Алла Тағаладан жаратушыдан бұдан кейінгі өмірлеріңізге сіздердің арттағы келе жатқан ұрпақтарыңызға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып беретін осы наурызымызды ата салтымыздан қалмай бақытты қыла берген деп жаратушыдан тілеймін. Жастарымыз ұзақ болсын, қарасам көпшіліктеген ішінде жүрген өзі бір қанымет екен. Сіздер көпшілік болғанда бет алды жай көпшілік емессіздер. Қазақта сөз бар, жақсы көріп кеткенде, тамағын жақсы көргенде сорпа бетіне шығары дейді екен. Сіздер күрес халқының, күрес қазағының сорпа бетіне шығар өрендісіздер. Сіздер осы өмірді жалғастырушы, осы өмірді қорғаушы, осы өмірдің иесісіздер. Көп сөйлесек сөздің дәміне кетіп қалар. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Наурыздан наурызға, ұрпақтан ұрпаққа осы әдетіміз жалғаса берсін. Көпшілікке рахмет. Құрметті үлкен кіші тойға келген тойшылтауымыз, келген қадамдарыңызға мұнан қалыс жоқ. Әр отбасыларыңызда болашақ бірлік, ынтымақ бірлігі бола берсін. Жоғарыда ағамыздар сөз айтып кетті. Біз қазақ, осы міне Қазақстан төріне
осындай төңіректің төрт бұрышынан жиналып, бір ниет, бір тілекте бас қосып той жасап отырмыз. Бұның өзі бізге берген Алланың үлкен сыйы және қабылдаған сыйы деп тануға болады. Енді міне бір жағынан алып айтқанда, мына осындай басымызды қосып, осындай бірлікке келтіріп отырған мына жүргізушілерге де жол бастаған балаларға үлкен рахмет айтпақшымын. Сонымен бірге енді жоғарыда бата жасау мәселесін айтып қалды. Бата бойынша келген батамды біраз айтып қоямын. Жайылған кең дастархан асқа бата, тартылған табақтағы басқа бата. Наурыз мерекесі құтты болсын, жастары Қазақстан мықты болсын. Уа халқым, бауырың күтім болсын, сарқылмас құтың болсын, күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, ұлыс оң болсын, ақмол болсын. Халқымды данасымен сақта, елімді даласымен сақта, елімді дамасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта. Уа халқым, қайырды дәулет берсін, халыққа сәулет берсін, жастарға ғұмыр берсін, халқымызға бірлік берсін. Амин, Аллаху акбар. Әумин айтқаныңыз келсін. Аллаға өзіңізді. Құрметті Наурыз мерекесін жалғастырып отырған көпшілік, атқамінер азамат, өмір жастарың ұзақ болсын. Наурыз мерекелерің құтты болсын. Аттарың аман, дендерің сау. Ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқап, келесі жылы болсын Наурызға. Бұдан да көп думанды атсасы бастарыңыз қосылсын. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын. Әумин айтқаныңыз келсін. Рахмет, қадірменді аталар. Мәңіз аға, қалпағымыз. Маған қарасады екен, кейін маған бересіңіз болады екен. Рахмет. Сіз енді Наурыз береке бір қара жоға білесіздер ма? Асықпа білесіздер ма? Онда билеп отырғаныңыздар. Қошемет. Ауылға ақсақалдары. Қай! Бұл кісілердің жүрісінің өз биі ғой. Бәрекелді, аталарымыздың берген батасы, ақ тілегі қабыл болсын деп қадірменді ағайындар, бүгінгі осы әз Наурызға арнайы дайындалған үлкен асымыз ет дайындаған ендеше етімізді ақ дастархан басына Құрманғазының ет күйімен шақырып алсақ. Үлкен асқа бата берсек. Әумин деп қол жарайық. Bismillahirrahmanirrahim. Tınışlık zaman olsun, el yurtum aman olsun. Otbasında beşlerinden baran olsun. Aslanada gülgöndön karam olsun. Sarkaday dumanlı daram olsun. 300 yıllık vatanlık, ötken gibi menvaki kaytalanmaz zaman olsun. Osman benim türeki elbası, Nursultan'da jalgaslı daram olsun. Amin. Алла қасынан шіп-шеп отырыңыздар арқа жаққа. Наурыз мерекесі той құтты болсын. Ал жігіттер, қадірмен қонақтар, алдағы астан пышақты алып кесіңіздер. Мен кесінен жатырады. Мен кесінен. Мен тұрап деймін. Аз болсын.
әнші, композитор, халық Ризабек бауырларыңызды ортаға тамаша әнге шақырайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Жаңа жыл құтты болсын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Тек қана жақсылық болсын. Халық әні саған қалқымай қабылдаңыздар екен. Navruz kutlu olsun. Gece vereyim anlatmak ағайын. Rahmet, oydan toyға жылға Недегі қошамет, еттің астындағы қошамет қандай ол? Бәрекет, наурыз құтты болсын, алып отырыңыздар. Әз наурыз құтты. Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің арнайы сіздерге жіберген Астанадағы күнесіктердің наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрінің орынбасары ЖМ деймі? 2017 жыл деймін. Міне бақытты екенсіздер ғой, сіздерді бүкіл Қазақстан біліп атыр екен наурыз жасағандарыңызды құтты болсын. Қошеметтен тоқтамайық. Қадірменді ағайындар, алып отырыңыздар. Алдағы еттен, көжеден, қымыздан, сусыннан бүгінгі тағы да әз наурыз мерекесі құтты болсын дегіміз келеді. Ағаш бүрлеп, жауқазын гүл ашқанда, қуанышпен бақыт сыйлап жасшанға, ұлыстың ұлы күні болғанда, айғалықтап, күн маужырап аспанда, балашаға ұрпақ өссін өркендеп, жер әлемді жасыл желек басқанда дейді. Ендеше осындай маужыраған мерекелі әз наурыз мерекесі құтты болсын қадірменді ағайын. Ендеше бағана аталарымыз айтты ғой, бұдан кейін де үлкен осындай наурыз мерекелері
бұдан да үлкен көп болсын деп жатыр. Ендеше соған жетіңіздер. Қазақ елінде, қазақ жерінде осындай қай жерде болсын, мейлі күнестік болсын, мейлі алтайлық болсын, осындай наурыздар көп болсын. Бұның біз наурыз өтіп жатқанның үлкен себебі тәуелсіздіктің арқасы. Егер тәуелсіздік болмаса, егемен ел болмаса, біздің жаңағы атамыз батасына қосқандай Данышпан елбасымыз болмаса, сол кісінің көші-қон саясаты болмаса, біз мына жерде арқа-жарқа Астананың төрінде наурыз өткізбейтін бе едік. О да Алланың ісі. Бірақ біздің маңдайымызға сол наурыз өткізу осы Астанада жазыпты. Оғанда мың тәубе. Біраз жылдың алдында күнестік емес, шетелден келген қазақ деп наурыз өткізетін. Қазір күнестіктен келгендер әр ауданға бөлініп жатыр. Енді 2 жылдан кейін әр ауылға бөлініп наурыз өткізуге жазсын. Сол үшін бір қошеметтеп қол соғып қойсаңыздар. Енді қадірменді ағайындар, қазір мен ортаға осында отырған ел ағаларын және жеңешелерімізді шақырғым келіп отыр. Қазір ортаға жақсы тілектің жаршысы болып, осы әз наурызға келіп отырған қадірменді аға жеңгелеріміз отыр, тәтелеріміз отыр, апайларымыз отыр. Сол кісілер шақыру жөн санап отырмын. Ендеше осында Тұрсынжан ағамыз бастап, Болат Қазаға, Үйренішбек аға, сонымен бірге Ауыт Мұхибек ағамыз отыр, сонымен бірге Баратқан ағамызды ортаға, сонымен бірге жаңа айтып жатырмыз ғой, мынау елбасының үлкен саясаты шеттегі қазақты шақыру деп. Осы шеттегі қазақты шақыру да үлкен еңбегін жасап жүрген. Мынау көші-қон саясаты бар, көші-қон комитеті бар. Астана қаласы көші-қонның төрайымы біздің қадірменді апамыз отыр осында. Қарлығаш Қожамұрат қызын ортаға қосып шақырса. Қанекей, ортаға сіздерді жақсы тілекке шақырайық. Барлықтарыңызды қошаметпен, ақ тілекпенен. Сіздер шақырамыз. Қайымшаға ортаға келіңіздер. Жеңешелер қайда? Келіңіздер. Аға. Қайымшаға сізде келіңіз ортаға. Әрекетті. Қадірменді ағайындар, мінекей, біздің ортамызға өздеріңіздің жерлестеріңіз, ағаларымыз және апайларымыз шығып жатыр. Бұл кісілер негізі білесіздер, танисыздар ма? Танисыздар ма? Танисыздар. Бәрін танисыздар. Ендеше бұл кісілерді тануға тиіссіздер. Бұл кісілердің бәрі үлкен азаматтар, үлкен азаматшалар, қош келіпсіздер. Міне Тұрсынжан ағамыз тұр, білесіздер. Сонау Еуропада 20-шы жыл жұмыс жасап, сол жақта докторантын қорғап, магистратын қорғап, қазір елге келіп, мынау Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаев университетінде бір үлкен бөлімнің орынбасар бастығы және өзінің саласында оқытушы, ғылыми зерттеген. Бұл кісінің талай ғылыми мақаласы шетелде біз атын білмейтін, атынға тіліміз келмейтін журналдарда жарияланған. Тұрсынжан ағамыз тұр. Қазір осында мінекей. Оның арасында Болат Қаза ағамыз тұр. Бұл кісі де сонау біздің күнестен шыққан деп мақтанамыз. Бұл кісі Жапонияда біраз жыл тұрып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұстаз болған. Одан кейін мынау Евразияда үлкен ұстаз болған. Болат Қаза ағамыз тұр. Оның аржағында Үйренішбек ағамыз тұр. Бұл кісі де медицина саласында үлкен еңбегі бар. Қытайда өзінің патентін жаңалып жатқан ағамыз. Соның бәрін тастап мінекей, ел деп, жер деп, ата мекен деп келіп жатқан жайы бар. Оны енді жерде ауытаған айтсақ, осы біздің көші-қонға деген үлкен қызметін жасап, барар жердің бәріне барып, аяғын тоздырып жүрген Ауыт ағамыз, оны білесіздер, бұл кісіге мың алғыс. Оның бер жағында тұрған өзіміздің Қарлығаш апамыз, жаңа айттық қой, бұл кісі де осы Астана қаласы, осы көші-қонда төрайымы. Бұл кісі де жарақтылығы жастыққа тимей, біраз шаруаны осы ел азаматтарымен бірге жеткізіп, оның өз жағындағы үлкен кісілерін құлақ жеткізіп, осындай наурыз болсын, бас қосу болсын,
біздің Қытайдан келген азаматтардың кітабы болсын, қандай бір мәдени іс-шарасы болсын, сол жердің басқасына табылып, ақылын айтып, бұл кісі жоғары жаққа жеткізіп, сізден біздің мұң-мұқтажымызды билік етілген апамызға мың алғыс, кегенімізге, бүгінгі біздің күрескен әз наурызына. Оның ажарында айтпай оқып, Гүлзира апамызды білесіздер, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Мәрімін апамызды білесіздер, апайларды білесіздер, ағаларымызды білесіздер. Қош келдіңіздер. Ендеше микрофонды сіздерге берейік. Жақсы тілек сіздерде болсын. Абаш апай, сіз бастаңыз. Сіз бастаңыз. Рахмет. Күлді азамат қылғанда енді маған сөз беріп жіберді. Алла разы болсын. Бүгінгі күн шынында бір ерекше күн болып тұр. Жылдың басы елден бұрын бүгін наурыз тойына келіп сондай бір қуанып отырмын. Және бүгінгі кештің ерекшелігі де мына Мұратжан ақ жаулықты аналарды ортаға шығарып, шашу шашқызып, одан аталарға бата бергізгенде бұның өзі де бір адамға қатты толқытатын сондай бір керемет жағдай болды. Өйткені қазақ халқы ана жер, отан ана деп барлығын анамен байланыстырған, сол аналарымыз аман болсын, шашқан шашуларымыз құт болсын, сол шашумен бірге елімізге, осы отырған ағайын жұрттың бәріне құт береке шашылсын, мереке болсын, дендеріңіз сау болсын, төрдің көркі болып отырған ата әжелеріміз. Алла сіздердің жолдарыңызды осы жердегі жастарға берсін. Рахмет сіздерге. Бүгін екі жақсылардың басы қосылып, сонау шекараның ар жағынан, Алтайдың ар жағынан, Жетісудың бір тармағынан келіп отырған мынау күнестік ағайындар, өздеріңізге бір сәлем. Күнес елінде болдық біз, әрине бірақ енді қыс кезінде болдық, жаз кезінде болуға Алла нәсіп етер, Құдай бұйыртса. Сол елден келіп, мынау қазақ еліне келіп, еңбек етіп, осы жерге келіп, барлықтарыңыз шаңырақтарыңызды қайта түзе, біргелеріңізді бекітіп, отанымызға, елімізге үлестеріміз қосып жатқан бір азамат-азаматшалар, жастар өсіп келе жатқан және жастардың осы жерде көп отырғанына да қуанып отырмын. Мынау еліміздің келешегі, үкілеген үміттеріміз осы жастар аман болсын. Елге ел қосылса құт деп айтып жатамыз, сол елге келіп жатқан қадамдарыңыз құт болсын. Осы елдің бір маңдайалды азаматтары мен азаматшалары болып, елімізге адал еңбек етіп, іргеміз беки берсін, дендеріміз сау болсын. Наурыз осы келіп жатқан жаңа жыл мерекеміз, ол өзіміздің төл мерекеміз, әз наурызымыз құтты болсын. Осы наурызбенен әрбір шаңыраққа, елімізге құт береке кеп, барлық шаңырақ қуанышқа толсын, дендеріңіз сау болсын, Алла абырой берсін, өсіріп отқан ұл-қыздарыңыз аман болсын. Және мынау елге келгеннен кейін осы елдің салт дәстүрінде кішкене өркениетті елдің тілінде, дінінде солардың етіп жатқан еңбегін тереземіз тең болу үшін меңгеруіміз керек. Сондықтан мынау қазіргі саясатта сол үш тұғырлы тілге біз ренжіп жатамыз, бірақ сол тіл бізге өте керек. Мынау Қазақстаннан былай шыққаннан кейін қазақ тілінде, орыс тілде ешкімге керек емес, тек ағылшын тілі керек. Сол өздеріңіз жақсы білесіздер, сондықтан тілді меңгеріп, еліміздің саясатына үлестеріңізді қосыңыздар. Еңбектеріңіз жансын. Мұратжан, рахмет айналайын. Осындай жақсы жиындарда өзіңді көріп тұрамыз. Алла саған да табыс тілеймін. Азаматтар, елдің маңдайына біткен азаматтар аман болсын. Барлықтарыңызға тек осындай тойда жақсылықта, қуанышта көруге жазсын. Рахмет сіздерге. Қарлығаш, біздің Қызай анамыздың сіңілісі, нағашығы сосын бір сөзді. Құрметті ағайындар, наурыз мерекесі құтты болсын. Мен енді өзім басым жеке азамат ретінде, адам ретінде ұруға, келге, бөлінген бойынша ұната бермеймін. Бірақ лайығында болса, ешқандай оғаштығы жоқ деп есептеймін. Енді өз деген ол бүгін дүние жүзінде қазақ ең көп қоныстанған райондардың, аудандардың бір есептелінеді. Бүгін дүние жүзінде Қазақстанның да, байтақ Қазақстанның да аудандары көп әрине. Сол ішінде қанша көп болғанмен қазақ көп қоныстанған аудандар өте сирек, күнестей қоныстанған аудандар. Сондықтан ол қасиетті мекен, біздің Ленин көркі, сол жерден бәріміз туып өстік. Өзім жөнінен алып айтатын болсам, күрес маған өте ыстық. 18 жасында барып, бірінші педагогикалық мектеп, күрес қандан 3 жыл оқып,
білім алған, алғашқы қанатында сол жерден таққан өмірге деген жолдама алдым. Енді одан кейін де біраз оқыдым, бірақ мен сол күнеспанда оқыған оқуымды барлық оқудың ең төбесіне қоямын. Бежінен оқығандармен де бірге жүрмін. Міне Германиядан оқып келгендердің де қасында тұрмын. Құдайға шүкір, сол күнеспанның қасиетті деп есептеймін соны. Себебі Жапонияда оқып себебі күрес деген ол мекен, ол жердегі білім берген қалды Тұран мектебі. Мен бала кезімде не үшін Тұран мектеп дегенді түсінбейді екен. Сөйтсем ол Тұран деген бүкіл Алаштың ең бір түркі жұртының ең бір қасиетті ұғым екен. Сол бүкіл түркі жұртына қасиетті Тұран даласы деген ұғым біздің анау Ленин күнесінің анау бір бұрышында соның артында мектеп ашу деген ол өте даналықтың белгісі деп есептеймін. Неге десем, ол тағда қайталап айтатын қасиетті мекен. Біздің кешегі алашшыл бабаларымыз жасаған қазақ газеті құрылып, Алашорданың көсемдері жұмыс істей бастағанда біздің Сасан бабамыз бастаған 4 адам 1000 сом ақша жіберіпті. 1000 сом ақша осы Алашорданың жаңағы несіне келіп тиген, мынау Ақмешіттегі орталығына келіп. Қазақ газетінің 1913 жылғы номерында соның хабары басылған екен. Сол 1000 сомды қазіргі ақшамен есептеді жігіттер. 1000 қойдың ақшасы екен. 1000 қойдың ақшасын жіберген екен. Ал енді жаңағы мен оқыған жаңағы күреспан деген спан ол жаңағы Алтайда болды, ол Тарбағатайда да болды. Сол Үшаймақтың сол спан мектебінен шыққан оқыған адамдар бүкіл Шинжан өлкесінің ең белді кадрлары болды. Бірінші кезекте ағарту саласында, екінші кезекте жаңағы әкімшілік салада осы Үшаймақтың 3 спан мектебі кадр жетістіріп берді деп есептеймін. Себебі оның мұғалімдерінің бәрі гимназияны бітірген, или гимназиясын. Оның оқулықтарының бәрі Совет одағының Алашорданың ұрпағынан тәрбиеленген. Енді айта берсек сөз көп. Сондықтан бүгін мынау басқосу өте бір керемет, тамашалы, мағыналы басқосу деп есептеймін. Сондықтан Наурыз құтты болсын. Жаңа мына Қарлығаш нағашы әпекеміз айтып жатыр ғой жаңағы. Көші-қон дегенді айтып жатыр. Құдайға шүкір, көші-қон өзінің арнасына түсті. Аздаған кемшіліктер бар, идеалды заң еш жерде жоқ. Американың өзінде де болмайды ондай заңдар. Сондықтан бірте-бірте оған жетеміз. Кеше елбасымыз жұма күні ата заңға өзгерістер енгізіп қол қойды. Ол да біздің болашағын өз үшін жасап жатқан батыл қадамдар. Сол Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр ұяда бақыт береке болсын. Ассалаумағалейкум. Жаңа танысып өтті ғой. Бауырлардың көбін көріп жүреміз, бірақ енді аттары білмейміз. Өте қуаныштамын. Бүгін осындай сонау ұлы көркем күнестен керемет адамдар шыққан, таңжарық шыққан, әшім күйші шыққан елден осындай арман қуып, өте осы отырған жас балаларды көріп өзім қуанып отырмын. Міне 80 жастағы ақсақалдарымыз, аталарымыз, апаларымыз келіп осы Қазақстанның кіндігі елордасы Сарыарқаның төрінде осындай дастарханға мен тұңғыш рет қатысып отырмын Наурызға. Өте қуаныштамын. Енді күнес туралы, біздің қызай туралы айта берсек сөз көп. Уақыттарыңызды алмайық. Мен өте қуанып отырғаным бүгін мына көші-қон қауымдастығынан Қарлығаш әпекеміз деп қоямыз енді, қазақ нағашы әпекеміз келіп отыр екен. Тағы Нұрлан деген өзіміздің бұрынғы жақсы көретін әртісіміз келіп отыр екен. Өте қуаныштамын достар, көп осы күнестің осы Наурыз кешіне қатысып отырғандарыңа қуаныштамын. Дәмдес болғанымызға өте қуаныштамын, мақтан етемін. Енді басқа не дейміз, сонау бір күнес деген көркем жерден, сол бір ортаның ауасынан бірге тыныс алып, сол жердің суынан дән татып, сол жердің топырағынан шыққан дәннен нәр алып,
бәріміз арман қуып, осы қазақ елінің ортасына қоныстанып жатырмыз. Жаңа Қарлығаш айтқан сияқты, менің де айтатын бір ауыз сөзім, бұл жерге келіп алып, мына қазақ еліне насыл болу емес, қайта келгеннен кейін тырысып, үйреніп, қазақтың жазуын үйреніп, тіл үйреніп, осы елге сонда ғана жақсы есе қоса аламыз. Соған осы жастарға мен айта кететінім осы орайда. Мен де шетелде көп болғам, Францияда болдым, Германияда болдым, оқыдым, сонда істедім. Сол барған жерінде сол жердің тілін үйреніп, сол жердің ғұрып әдетін үйреніп, сол дәрежеде солармен тегдес жүре алдым деп мақтанып айта аламын. Сендер де осы жерге келгеннен кейін, енді бұл шетел емес қой біледі, өзіміздің қазақтың жері. Соған қазақтың біз бұрын ескі жазу деп қояды Қазақстанда, көне араб жазуымен үйренгенбіз, бізде сондай, біз жаңа жазу үйренгенбіз латын әрпімен қазір бәріміз. Ал енді сендер мына қазақтың жазуын бәрін жақсы үйреніп, болмағанда өтініш жаза алатын, арыз жаза алатын, осында сәуияда болып, өздеріңді кішкене білім жағынан өсіріп, осындай қазақ еліне есе қосамыз деп келгеннен кейін, қазаққа есе қосып, алып келген бала шағаларымды, отбасыларымды осы қазақ елінде қазақ етіп тәрбиелеуге мен сондай деп ойлаймын, есе қосады деп сендерді. Осы бүгінгі бәріміздің бас қосып отырмыз. Бірінші елбасының Қазақстан тәуелсіздігінің арқасы, екінші елбасымыздың осындай жақсы бір саясатының арқасы. Ол адам келе салып, керемет бір тұрмыс кешіріп кетпейді. Ол ешқандай жерде жоқ. Қиыншылық болады бәрінде. Бұдан кейін Қазақстанның керемет бір мемлекет болатындығына 2030 жылы 50 елдің қатарына қосылымыз деп, әзірдің өзінде 70-дің ішіне кіріп болды Қазақстан. Әнеугін немедеді ол, Қазақстаннан үміт көп, егер біз көре алмаған, біз қиыншылық көрсек те келешекте бала шағаларымыз, ұрпақтарымыз солардың бақытына жазылсын. Рахмет. Ең соңында қазақтың төл мерекесі деп айтуға болады Наурызды. Қазақтың төл мерекесі, әз мерекеміз, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Әрияның шаңырағына бақыт құсы қонсын, отбасыларың аман болсын, ұрпақтардың қызығын көріңіздер, мәңгі тыныштық болсын, еліміз аман болсын. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум. Бүгін осы күрес наурызына келген күрестік бауырлар, барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз аман болсын. Бүгін міне бір қанша көрмей жүрген аға, әне қарындас апайларымен танысып, біраз көңіліміз қош болып отыр. Бұл да осы наурызды жүргізіп, бас қостырған бір Әбіл мырзаның арқасы. Тағы соған сенбес жүрген бір қанша жігіттердің еңбек қайрат күші. Оған рахмет. Жылда осындай наурыз ортамызда бола берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қандастар, бауырластар, күлімдеген, күлгінестен келген күрестік інілерім, ағаларым, әкелерім, бауырластарым. Мынау Астанада тұңғыш рет күрестіктер бас қосып, наурыз өткізіп жатыр. Оған жаңа кісілер айтқандайын, әділ, және анау биғазы, бақытқазы сияқты көптеген елдер өлшеусіз еңбек сіңірді. Олардың сіңдіріп жатқан еңбегі жемісті болсын, бәрімізді берекеге шақырып жатыр, ынтымаққа шақырып жатыр деген сияқты. Күрестердің айырым жасаған наурызы ол бөлінгендіктен емес, жершілдіктен емес, рушылдықтан емес, өздеріңізге түсінікті, отбасын сыйласаңыздар, мағайды сыйлайсыздар, сондай ғой енді. Өз жерімізді сыйласақ, басқа жерде сыйлай аламыз, өз ұлтымызды сыйласақ, басқа ұлтта сыйлай аламыз. Ал өзі сыйламаған адам басқанда сыйлай алмайды. Сондықтан күрестен қасиетті күрестіктерді жиып, осындай үлкен наурыз өткізіп отырған ендерге көп рахмет. Бір ақынның бір өлеңі бар, жері суы, ауасы ортақ қоғамда, қарыздармын саған оған сағанда деген сияқты. Сол бір ауада, бір суда, бір тауда, бір топырақта жеткеннен кейін бәріміз қандаспыз, бәріміз туыспыз, бәріміз бір-бірімізге жемеу болып жүргеніміз жақсы, қолымыздан кемеседен ниетте солай жебеу болып жүргеніміз жақсы. Бәрілеріңізді көргеніңізге өте қуаныштымын. Біздің күрестен бағана кісілер айтқанда қыруар адамдар шыққан, қыруар танымал тұлғалар шыққан.
Күнес шыққаның өзі ауыттығандай тәрбиелеп шығарды, мысалы бағана көріп отырсыздар. Сол сияқты мына Қазақстанға келіп көп нәрсені үйрендік, көп мақал мәтел үйрендік. Мен Қазақстанға келіп үйренген бір мақалым бар. Сөзді қысқасы керек, қалбасаның ұзыны керек деп. Сол сияқты сөзімді қысқартайын. Баршаларыңыздың мерекелеріңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Бауырластар, сонау күнестен келіп бас қосып отырған, аңызды жасап, мереке өткізіп жатқан ынтымақ берекелеріңізге рахмет. Осыны бас қосып, осы мерекені өткізіп жатқан осы жастарға да рахметімізді айтамыз. Елін аман күтіңіз, отбасыңыз аман болсын, ынтымақ берекелеріңіз баяндасын. Ассалаумағалейкум, нешектер, бауырластар, жерлестер. Бүгінгі өткізіп жатқан наурыздарыңыз құтты болсын. Барлық отбасыларыңыз берекелі, ынтымақты болсын. Осы жастардың бүгінгі бастап отырған наурызы бастамасы ұзағынан болсын. Міне ерте келгені бар, жай келгені бар, бүгін бір қауым ел болып, күнес деген жердің суын ішпей, сол жерде қалыптасқан ата дәстүрін жалғастырып отырған сіздерге рахмет. Осы бастамалардың бұдан кейін де орын тауып, осындай ынтымақтан, берекеден айырмасын, барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларыңа амандық тілеймін. Құрметті бүгінгі аз наурызға келген барлық үлкенші туысқандарым, алдымен міне айтарым, аз наурызымыз дәстүрлі мерекеміз құтты болсын. Бүгінгі осы сыйлы дастарханымызға келген мына көшкен қауымның төрайымы Қарлығаш апайға рахмет айтамын. Біздің ақ дастарханымызды сыйлап келген қадамына құтты болсын. Жақсы тілектер айтып жатыр міне жоғарыда. Түкөңде, төкөңде міне өте жақсы ізгі тілектерін, жастарға деген үмітін айтып жатыр. Мен де осы тілектің ішіндемін. Күнестің қызы болып туғаныма мақтанамын. Күнестің ұрпақтары, ақсақалдары аман болсын. Киелі күнестің топырағында тұнық мөлдір суының арқасында міне біздің жеткіншектеріміз жетісіп келе жатыр. Артымыздан ерген іні қарындастар, сіңілдеріміз аман болсын. Ауылымызға ақ батасын беріп, ізгі жастардан үлкен үміт күткен ақсақал әжелеріміз, аталарымыз аман болсын. Әр жылғы наурызды осындай жақсылықпенен тойлай берейік, қосылымыз ұлғая берсін. Күнестіктер осында отырғандар ғана емес, әлі де біздің келе алмай жатқан қаншалаған туысқандарымыз бар. Солар да біздің осы қосынымызға келіп қосылсын. Сондай-ақ осындай бір киелі дастарханды ұйымдастырып, осындай аз наурызды осындай мәрекеге жеткізген мына бауырларыма, сіңілдеріме және келіндеріме үлкен рахмет айтамын. Осылардың еңбегі, адал еңбегінің құлшынысының нәтижесінде міне біз осы дастарханда алаңсыз отырмыз, шат-шадыман болып. Тек қана бұл кісілер енді отбасының қызығын көрсін, еңбектері жана берсін, әрқашан осындай игі дастархандардың ұйымдастырушысы болып, бақытты болып жүре берсін. Бәріміз бақытты болайық, аман болыңыздар. Құрметті қауым, тойларыңыз құтты болсын, наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Біздің қазақтың енді жаңа жылы осы ғой, көшіп қонып жүрген кезде қыстаудан жайлауға көшетін кез, сондықтан барлық мал жан аман шыққаны үшін, ауылдағы ел үшін
ауылдағы туыстарымыз үшін қанекей бір қуылша балақтап наурыз құтты болсын деп айтайын. Мен енді көп сөйлемейін, айтатын сөздің бәрін азаматшалар айтты. Сіздерге тамаша ән орындап берейін. Сіздерге рұқсат бар болсаңыздар. Сіздерге арнап Латиф Хамиди бұлбұл. бір шеттен той ғой бұл. Ортаға келіңіздер қанекей. Жастар, ортаға келесіздер ме? Келсеңіздер, мен тамаша билейтін бір ән айтам. Қанекей, бүгін әдемі киініп келіпті міне қыздар. Ортаға шығыңыздар. Той құтты болсын, мереке құтты болсын. Қанекей ортаға. Қанекей жас келіншектер келді. Анық рихабек шаттанам. Қанекей ортаға келіңіздер. Ağlanday kızı
қазақтың 8 қырлы, бір сылы мұрат бауырымыз жүргізіп отыр екен. Осы мұратты қошеметтеп, қазақ елінде үлкен сахнаның биігінде көрсін деп, қанекей бір қол шапалап қошеметтеп қояйық. Қанекей шоуымыз өнеріміз үстем болсын. Рахмет. Далаға шықпай қояйық деймін, асықпай. Аталар күтіп отыр ма? Аталар жастарға не болған? Далаға шықпай қояйық, Бек Сұлтанмен фотоласып отыр, Бек Сұлтанмен. Ал енді, қадірменді ағайындар, әз наурыз құтты болсын. Енді, тамаша биге кезек берейік. Арулар. Битомының орындауында тамаша сіздер үшін. Рахмет. Ал қадірменді ағалар, аталар, апалар. Қадірменді Бек Сұлтан аға. Бек Сұлтан тұршы орнына, тұршы. Тұршы. Қазақша киімін кепті. Қошеметті болсаңдар. Жаңа барса қазақша бір түсет пайда болсын. Негізі наурызда мүмкіндік болса ұлттық киім киюге, тұрған нәскидің мәләгі, ойығы бір нәски киіп деген сияқты. Рахмет, жеңешелерге қыздарға сөз жоқ. Әрине, тура керемет. Наурызда тұрған сән. Осы айға сөйлейін ғой деймін, сіздер жүргізейінші. Кәсіп өбіргілер мен сияқты. Рахмет, енді жаңа Тұрсындан айтты ғой, үлкен мәлі сөз, бұл кісі неге, бұл кісі сырттай танайындар мау, жас ұрпаққа, бауырларына үлгі болсын деп айтып жатырмыз. Оңай ешнәрсе келмейді, бұл кісілердің еңбегі, қабілет, маңдай тері. 20-30 жыл еңбегінің арқасында бүгінгі күнге жетіп жатыр. Бұл кісіні қазақ танымаса, бұл кісіні әлем танитын үлкен деңгейде. Жаңа Болат Қазан айтып жатырмыз. Сонымен бірге Қарлығаш апамыз қандай жақсы тілек айтты. Мынау дүниежүзілік қауымдастар қоғамының Астана қаласының филиалының бір айма бұл кісі. Жаңа Тұрсындан тағы бір сөз айтты, бүгін біздің столға осы наурызда күрескен Қазақстанның ешқандай жұлдыздары келіп жатыр. Соның ішінде мен Нұрлан ағамыз отыр. Біраздан кейін Болат ағамыз келеді. Бұл жерде Ерлан Малаев ағамыз отыр. Бәйтерек тобының мүшесі әнші ағамыз бүгінгі наурызда бұл кісі негізі күрескі екен. Dekmay, Nurlan da küresine gelirse bu kısımda ata olacak. Yine, küresinin ağzına. Karabaydık ama, Nurlan'a. Негізі тоз қалдықтан бітті. Мен әзірен әнге кезек береміз, биге керек береміз. Арасында мен тілек айтам деген кісілер болса, әр столдан бір адам шығып, жақсы тілегін айтуға болады. Мейлі жігіттерден болсын, қыздардан болсын. Енді мен қазір ортаға Ерлан Малаев ағамды шақырайын, тамаша ән айтып, ортаға шығып билеп, далаға шығып, қайтып кеп тағы билеп, сөйтіп бүгін күрестің, күн күрестің мерекесі. Жақсы.
Ау, осыдан кейін сіз екеуіңіз күтесіз көп кетпейік. Ал енді, ортаңыз билеп отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Мереке құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Құрметті бауырлар, бүгінгі Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауылдағы сиырларыңыз сүтті болсын, дұшпандарыңыз жұтты болсын, Құдай қаласа келін баларыңыз жүкті болсын, сөйлеген мықты болсын деген келеді. Дәйім осындай тойда кездесейік. Осы жерде Шайнар деген досымыз бар, сол кісі сонау Алматыдан бізге сәлемі айтып, осы жерде біздің бауырластар жиналып, бас қосып жатыр еді. Сол кісінің атынан келіп сіздерге бір ән шашуымызды айтып берсек деген ойда келдік. Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын деген келеді. Hey! Dostlar bugün güllerden yaprakından жайнап тұр Дастархан алушың шіркін жанғандай Көтерейік қане достар махаббат үшін Көздеріңізді түнер өмір қайта жалғасын Көтерейік қане достар мол бақыт үшін Осы күнді жете алмаған жан достар үшін Gül aşkın bana asışlar şarkılarda Yüzünde kavuşurlar Olmuş bir uyandayım anlarında Götüreyim hani dostlar Mahabbat için Gözünüzden senden olur Hayta çalmasın Yollarım tutmazlar Berekete Hop Arınmalar Tazamalar Gönlüm En sağladı Uvarım Duşu yüreği Ağlattın dolayıp tekmenge Götüreyim hani dostlar Mahabbat için Gözünüzden ömür ömür Kayta жалғансын Götüreyim hani dostlar Mol bақыт үшін Осы күнді жете алмаған Götüreyim hani dostlar Mahabbat үшін Götürüldüm ömür Kayta жалғансын Götüreyim hani dostlar Mol bақыt үшін Осы күнді жете алмаған Жан достар үшін Berekelde toylarınız. Hadi. Sensin ruha şayınsın, boralgan malkayınsın. Armansın bozbalara, jaz degen kanzadara. Жаның жұлдызысың, барының доldurusың. Шуағың параландай, сылбырда жараландай. Hey!
Bereketli olsun mertebe ağayım çaygasın. Bereketli. Al mertebede. Aksan mertebede. Kasiyetli ömür. Күнестің жұрты. Мереке құтты болсын. Әз наурыз құтты болсын. Байқасам міне жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай, тау алтын, тасы күміс ағасы жез, сулары еркек қойдың сорпасындайды. Сол сорпаны ішіп келген қадірмен күрестер. Қош келдіңіздер, наурыз мерекелеріңіз. Құтты болсын деп құрғаша мәтті қалқан қожандар. Күнестен мықты азаматтар білесіздер, тарихтан бейғырай. Өйткені ол жақта қазақтың бір бөлшегі, қазақтың тектілерінің өскен өнген жері. Соның жалғасы сіздер. Өйткені бүгін осындай Астанада береке бірліктеріңізді білдіріп, үлкен аттырып, осындай әз наурыз тойын тойлап отқан жайларыңыз бар. Той құтты болсын дейік. Енді қадірменді ағайындар, жаңа айттық қой, бүгінгі тойға Қазақстанның эстрада жұлдызының жауған күні болайын деп тұр. Оңтүстік кішкентай алып, арасында өзіміздің ауылдың бүлдіршіндерінің, мынау жеткіншектердің өнерін тамашалай отырайық. Қазір ортаға тамаша арнау айтатын Бағжан Оралбай деген бауырларымызды ортаға шақырайық. Қошеметте қол соғып, қазақтың қара домбырасын көтеріп, бүгінгі мерекеге арнайы арнауын дайындап берген сері жігітіміз